Ура! Мен су жаңа автокөліктің иесі болдым. Су жаңа автокөлікке қол жеткізу медитациясы. Армандаған автокөлігіңізді өміріңізге қалай тартуға болады? Мен сіздермен бөліспекші болған бұл керемет медитация армандаған көлігіңіздің өміріңізге келуіне, тез арада сіздікі болуына көмектеседі. Адамда 5 сезу мүшелері бар. Олардың жұмыс жасауы біздің ақыл санамызға, түп санамызға тікелей қатысты. Сіздің арманыңыз су жаңа көлік алу. Сіз қандай көлік аласыз? Нақты анықтап алыңыз. Қандай көлік? Түсі қандай? Қанша ат күшін құрайды? Неше адамдық? Көліктің маркасы қандай? Toyota, Land Cruiser, Mercedes S-класс болар. Өзіңізге шектеу қоймай нақты керегін анықтап алыңыз. Мүмкіндігіңіз болып жатырса, көлік сататын салонға келіп, ұнатып жүрген көлігіңізді көзбен көріңіз. Мініп көріңіз, қолыңызбен көліктің есігін ашып, рулін, панельдерін ұстап көріңіз. Нәзік сипап көріңіз. Орындықтары былғары болса, былғарының иісін, көліктің салонының иісін мұрынмен тартып, иіскеп, иісін сезініңіз. Көлікті оталдырып, даусын естіңіз. Иісін сезіну, даусын есту, ұстап көру, көзбен көру. Бұның бәрі сіздің ақыл санаңызға, миыңызға жіберілген белгі. Егер арманыңыз өзіңізге нақты, түсінікті болмаса, онда сіздің санаңыз, миыңыз сізге не керек екендігін мүлдем еш нәрсе ұқпайды. Сол себепті армандар орындалмай жатады. Сол үшін осының бәрін бүкіл сезу мүшелеріңізбен сезініп, көлік алатын болып, нақты шешім қабыл. Сіз қабылдаған бұл шешім сіздің қалтаңызда ақша бар ма, жоқ па, оған қарамау керек. Енді өзіңізге ыңғайлы орынға отырып, құлағыңызға құлақ қабын киіп, медитацияны бастаймыз. Дем алып, дем шығарамыз. Медитацияны бастамас бұрын, қолдарыңыздың алақанын бір-біріне үйкелеп, қатты ысқылаймыз. Екі алақаныңыз қызады. Тағы да терең дем алып, дем шығарамыз. Енді алақандарыңызды бір-біріне қаратып, екі алақаныңыздың ортасында әдемі жылтыраған шарды ұстап тұрғандай сезініңіз. Қолдарыңызды жай ғана өте баяу қозғалтыңыз. Домалақ шар. Екі алақаныңыздың ортасында тұрған шар қолдарыңызға сезіліп тұр. Енді ойша осы шардың ішіне көлігіңізді әдемілеп салыңыз. Және де көлігіңізді көрген кездегі эмоцияларыңызды салыңыз. Көлікке мінгеніңізді, көліктің салонында нені байқадыңыз, нені ұстап көрдіңіз, түсі қандай, иісі қандай, бәрін елестетіп, қолыңыздағы шарға салыңыз. Бәрін салып болған болсаңыз, қолыңызды көліктің рулін ұстап тұрған сияқты, саусақтарыңызды жай бүгіңіз. Өзіңізді көліктің ішінде отырғандай сезініңіз. Арқаңызды орындыққа еркін жіберіңіз. Сіз өзіңіздің ұнатқан көлігіңізді жүргізіп келесіз.
үлкен трассада немесе үлкен көше бойын жағалап, көлігіңізді тізгіндеп келе жатырсыз. Өзіңізді бақытты сезініңіз. Осындай көлікті жүргізіп келе жатырғаныңызға қуанышты екеніңізді, разы екеніңізді сезініңіз. Эмоцияларыңызды оятыңыз. Көліктің терезесінен айналаға қарап қойыңыз. Көліктің ішіне қарап қойыңыз. Қаншалықты тездікпен келе жатырсыз? Бәрін мұқият көзден өткізіңіз. Терезеден кірген жел жүзіңізді сипап, шашыңызды артқа қайырып қойғандай. Енді саусақтарыңызды қайта ашып, қолыңыздағы екі алақаныңыздың ортасындағы жылтыраған әдемі шарды қайта елестетіңіз. Тура қолыңызбен шарды ұстап тұрғандай сезініңіз. Ойлау емес, сезініп жасаңыз. Сезініп жасасаңыз, шын мәнінде қолыңызға шардың салмағы білінеді. Енді осы шарды асқазан тұсына жақындатып, денеңіздің ішіне кіргізіңіз. Өйткені біздің денеміз, ақыл санамыз, миымыз ғарышпен байланысты. Бұл Аллах тағаланың адамзатқа берген керемет құдіреті. Кез келген арманыңызды ойлай беру арқылы, тәнімізбен сезіну арқылы өмірімізге тартамыз. Сіздің ниетіңіз, тәніңіз, армандарды өзіңізге, өміріңізге тартып, тез арада іске асуына көмектеседі. Екі қолыңызды асқазан тұсына басыңыз. Алақаныңыздың жылулығын сезініңіз. Ол жылулық Алладан келген нұр. Сіздің жүрегіңіздегі қуанышпен, таусылмайтын мықты энергияңызбен зарядталған шардың ішіндегі сіздің армандарыңыз, шарға салған образдарыңыз, сіздің махаббатыңыз бен көңіл күйіңіз бен сіздің қуанышыңыз бен одан ары жылтырап, жарқырап, тәніңізде еріп кетті. Сіздің армандарыңызды сізден ешкім тартып ала алмайды. Ол сіздікі. Алланың сізге берген құдіреті. Рахмет, рахмет, рахмет. Менің су жаңа көлігім бар. Мен өте қуаныштымын. Мен өте бақыттымын. Мен ризамын. Рахмет деп айтыңыз. Арманды үнемі армандай беру емес, арманыңыз әлде қашан орындалған сияқты, сізде бар сияқты өзіңізді бақытты, қуанышты сезініңіз. Менде бар болғанына рахмет, разымын деп айтыңыз. Жайлап көзіңізді ашып, бұл медитацияны жиі жасап жүріңіздер.
жақын арада көлікті болатыныңызға өзіңізді сендіріңіз. Армандардың бәрі орындалады.